Дәмді тағам арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сиырдың сүбе етінен жасалатын салқын жеңсік тамақ орама жасамақпын. Бұл ораманы жеке өзін немесе қазы, қарта секілді жеңсік тамақтармен бірге дастарханға қоюға болады. Бізге ол үшін керегі тұтас сиырдың сүбе еті. Менде 2 бөлік ет, біреуі 1,5 кг және 1 кг 700 грамм болды екінші бөлігі. Сізге көрсетіп отқан етімнің беткі шандыры алынған. Әуелі ең бірінші басында етті дайындап аламыз. Ол үшін етті жуып, кептіріп аламыз да, сосын еттің беткі шандыр қабығын, ең бетіндегі болады ғой, шандыр, қалың шандыры, соны алып тастаймыз. Ептеп, қолмен, жәймендеп, я болмаса қолыңыз әлі келмейтін жерлерін пышақпен жаңа көмектесіп, тіліп, шандыр бетін алып тастаймыз. Міне алынған шандырын көрсетіп қойдым әдейі. Енді дәмдеуіштерін әзірлейміз. Бізге керегі 1 шай қасық тұз деген есеппен аламыз. 1,5 етке, 700 етке тағы да сәл кішкене тұзды қостым. Ал қалған дәмдеуіштерді өздеріңіздің қалауыңызша, кімге қандай дәмдеуіш ұнайды, сондайды шай қасықтың 1/4 ғана бөлікпен салып араластырасыздар. Мендегі көбіне көп Индияның әртүрлі дәмдеуіштері, бұның ішінде көбіне бұрыштың түрлері енді. Қызыл бұрыштан басқасы. Ал қара бұрышты жарты шай қасық салдым. 1,5 етке сарымсақтың 1 бөлігін ғана турап дайындап қоямыз. Енді жаңаға әзірлеген дәмдеуіштерімізді араластырып жіберіп, етімізге екі жағынан жақсы етіп сіңдіріп жағып қоямыз. Сосын соның сыртынан сарымсақты жағамыз. Еттің екінші бөлігінде дәл осындай ретпен әзірлейміз. Әуелі дәмдеуіштермен тұз араластырған, екі жағын бірдей жақсы етіп ысқылап аламыз. Сосын туралған сарымсақпен ысқылап шығамыз. Сөйтіп етімізді жаңағыдай дайындап қоямыз. Әбден дайындалған етімізді енді орама деген атына сай орап, рулет тәрізді етіп орап қоямыз да, қалыңдау жіппен бәрін шұжық сияқты байлаймыз, ашылып кетпес үшін. Бұларды енді байлау тәсілдері әртүрлі, спираль тәрізді етіп орап тастауға болады. Не болмаса бетіп шалып, жаңағыдай бір-бірін іліп байлауға да болады. Әртүрлі тәсілмен байлайсыз. Не де болса енді жаңағыдай ашылып кетпеу керек, сосын мықты пішін ұстап тұру керек та, сол үшін аралары жаңағы жиі болған жақсы да, жіптің аралары байлаған жерлеріңіз жиі болған жақсы. Сонда ол жақсы пішін өзін ұстап тұрады. Етті алдын ала дайындаған кезде сізге мынадай бір жағдайды ескеру керек. Бұл ет духовкада дайындалады, пеште. Демек, оның ұзындығы противенге сыю керек. Соны міндетті түрде ескеру керек. Дайын болған рулеттерді фольга қағазға 2 мәрте ораймыз. Сосын оны салқын жерге 1 тәулікке қойып қоямыз. Маринадталып, әбден тұзы сіңіп, жаңағы дәмдеуіштері сіңіп, жақсы болып дайын болу үшін. 1 тәулік өткен соң, кешеден бері маринадталып тұрған орамамызды 220 градусқа дейін қызып тұрған пешке саламыз. 220 градус температурада ол 20 минут-ақ тұрады. 20 минуттан кейін температурасын 100 градусқа түсіреміз. 100 градус температурада 1 сағаттай тұрады. Сол 1 сағаттан соң темір табаға су құйып, жаңа пештің астыңғы жағына, астыңғы полкасына салдым, астыңғы сырмасына. Себебі менің пешім ескілеу, ол күйдіріп жіберуі мүмкін. Сосын күйіп піспес үшін жаңағыдай осындай шара қолданам. Орамаларды пешке салғаннан бастап
суырып алғанға дейін дәл 4 сағат уақыт өтті. Оның арасында енді жаңағы отын азайттық, ішіне табаға құйып су қойдық деп жатырмыз арасында. Соның бәрін ескере отырғанда 4 сағат уақыт өтті. Әбден езіліп, жақсы болып пісіп шықты. Енді қазір сізге ашып көрсетем. Өте ыстық болып тұр қолма столға. Өте нәрлі, хош иісті, керемет тағам болып пісіп шықты. Бұның енді жаңа беткі шандырын алып тастадық қой, бірақ сүбе ет болғасын арасында басқа да шандырлар бар, бірақ соның барлығы осы 4 сағатта әбден езіліп пісіп шығады. Ораманы қазір енді сізге кесіп тіліп көрсетем. Өте ыссы болып тұр қолыма. Өте тамаша, енді иісі деген керемет. Бұл өте пайдалы ғой, енді таза, ешқандай қоспалары жоқ, жаңағыдай дүкендікі емес, өз қолыңыздан келетін, ешқандай қиындығы да жоқ. Былай қарасаңыз, қолыңыздағы бар нәрседен жасалатын орама әбден езіліп тұр. Мен қазір сізге шетін кесіп көрсетейін. Қараңыз, езіліп тұр. Тіпті шайнамай жұтсаңыз да болады десем артық емес. Әбден езіліп пісіп тұр. Енді бұның қазір аққан майларын құйып аламда, ораманы кері осы фольгаға орап, үстіне бір сәл ауырлау жүк қойып, салқын жерге қоям. Өзі тығыздалып, өзін пішін ұстап тұратындай болып. Мына жаңа екі бөлікке бөлгенім, мына екеуін бөлек-бөлек орап қойдым. Мынау енді екінші үлкендеу бөлігі, оны ортасынан кескен жоқпын. Майын құйып аламда. Мына қараңыз, қазір осының үстіне тіке ыдыс салып, мына үстіне қойған жүгім бары 3 кило болып тұр. Кило жарымнан 2 кері. Осы күйде бір тәулікке салқын жерге шығарып қоям. Мына енді бір тәулік салқын жерде тұрды. Әбден дайын болды десем болады. Рулетіміз мына өте тамаша. Ешқандай дүкеннің шұжықтары керек емес бұнда рулет болса. Сыртында байлаған жіптерді алып тастайсыз да, тіліп-тіліп дастарханға қоя берсеңіз болады. Өте тамаша. Бұл енді күнделікті жеп жүрген тағам емес. Мысалы қазы, қарта дегендерді, тіл дегендерді барамызда жаңағы базардан, рыноктан, магазиннен ала саламыз ғой. Ал бұндай орама жасасаңыз, рулет жасасаңыз, дастарханыңызға ерекше сән беріп тұратын нәрсе. Әрі дәмі өте бөлек. Көп кездесе бермейтін, қолжетімді, қолда бар тағамдардан жасалатын өнім. Керемет, өте дәмді. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте ұнайды деп ойлаймын. Көңіліңізден шығады, өзіңіздің де, қонақтарыңыздың да көңілінен шығары сөзсіз. Видео рецепт пайдаңызға жараса өте қуаныштымын. Ұнап жатса лайк баса кетіңіз. Ол менің еңбегіме берген бағаңыз болсын. Менің видеоларымды көріп жүрген адамдардың көпшілігі арнаға тіркелмеген екен. Арнаға тіркеліңіздер. Өзіңізге пайдалы, асханаңызда көмекші видеолардан, қолжетімді өнімдерден дәмді ас пісірудің құпияларын біле жүріңіздер. Интернет желілерінде қазақ тілді ақпараттардың кеңінен таралуына атсалысыңыздар. Бір-бірімізді қолдап жүрейік.